Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың қазақ тілінің 86-шы сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып жазылып алыңдар. Себебі біздің арнамыздан балалар қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасап, сабақтарыңды жасай аласыңдар балалар. Сол үшін балалар подписаться батырмасын міндетті түрде басып қойыңдар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды етістік. 11-ші жаттығу мәтінді тыңда дейді. Мен қалай оқуға бардым? Менің Әбіш деген құрдасым бар еді. Әкесі оны оқуға берді. Бір күні ойнайын деп бардым. Әбіш кітап оқып отыр екен. Тыңдасам, кітабында жұмбақ, мақал, өлең, басқа да жақсы сөздер көп екен. Оқу үйренсем, мен де сондай оқыр едім деп ойға қалдым. Үйге қайтып келдім. Оқуға барамын дедім. Әкем мен апам бұл ойымды ұнатты. Ертеңіне әкем мені оқуға апарып берді. Ахмет Байтұрсынұлы дейді. Енді балалар, мына астында берілген сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақтарды оқып алайық, одан кейін жауап беретін боламыз. Тыңдаған мәтін бойынша бір-біріне сұрақ қой дейді. Мәтін неліктен 3 бөлікке бөлінген дейді. Әр бөліктің тақырыбын анықтап, оларға ат қой дейді. Төмендегі сұрақтардың жауабын жаз дейді. Яғни балалар 3 сұрақ берілген, сол сұраққа жауап береміз. Біріншісі, Әбіш маған кім болады? Екіншісі, мені не қызықтырды? Үшінші, мен не істедім? Одан кейін барып балалар, өзіңнің мектепке барған алғашқы күнің есіңде ме? Ойыңмен бөліс дейді. Енді балалар, бізде бұл жерде бірінші сұрақ, тыңдаған мәтін бойынша бір-біріне сұрақ қой деп тұр. Яғни балалар, мынандай сұрақ қойсақ болады. Бірінші, менің құрдасымның аты кім? Екінші, Әбіш қандай кітап оқып отырды? Үшінші, оны оқуға кім апарды? Яғни келесі, мәтін неліктен 3 бөлікке бөлінген? Себебі балалар, мәтінде әрқашан кіріспе, негізгі және қорытынды бөлігі болады екен, балалар. Келесі, әр бөліктің тақырыбын анықтап, оларға ат қой дейді. Яғни бізде 3 бөлікке бөлінген ғой. Сол 3 бөлікке әрқайсына бөлек-бөлек ат қоюымыз керек, яғни жоспар. Біріншісі бұл жерде менің құрдасым Әбіш, екінші Әбіштің кітап оқуы, үшінші мектепке барған күнім болады. Келесі, төмендегі сұрақтардың жауабын жаз дейді. Бұл жерде балалар, бірінші сұрақ, Әбіш маған кім болады дейді. Әбіш менің құрдасым. Екінші сұрақ, мені не қызықтырды? Мен де оқу үйренсем деген ой қызықтырды. Үшінші, мен не істедім дейді. Мен әкем мен анама оқуға барамын дедім. Сөйтіп әкесі ертеңгі күні оны оқуға апарып тастайды. Келесі, өзіңнің мектепке барған алғашқы күнің есіңде ме? Ойыңмен бөліс дейді. Мені ең алғаш мектепке атам алып келген болатын. Бұл менің ең бақытты сәтім еді. Себебі мектеп табалдырған алғаш аттаған кезім болатын деп жауап береміз, балалар. Келесі балалар, 12-ші жаттығу, сурет мазмұнын болжа дейді. Әлидің күнделігін оқы дейді. Енді балалар, бұл жерде бізде суретте Ахмет Байтұрсынұлының мұражай үйі беріліп тұр екен. Яғни сол туралы болуы мүмкін, күнделік. Енді күнделікті оқиға 2 ақпан 2017 жыл. Бүгін сыныбымызбен Ахмет Байтұрсынұлының мұражайына бардық. Бұрын Ахмет Байтұрсынұлы тұрған үй 1998 жылы мұражайға айналыпты. Мұражайда 3 зал бар екен. Ол кісінің әр жылдардағы фотоларын көрдім. Шығармаларымен таныстым. Мұражай маған ұнады. Бұл күн мен үшін ерекше әсерлі күн болды. Енді балалар, астындағы сұраққа жауап берейік. Күнделік дұрыс жазылған ба дейді. Ойыңмен бөліс, Әлиге қандай кеңес бересің дейді. Балалар, біз бұлай жауап береміз. Әлидің күнделігі өте жақсы жазылған. Бірақ менің Әлиге берер кеңесім бар. Мәтінге мұқият қарасақ, Ахмет Байтұрсынұлы деген есім 2 жерде де тасымалданып жазылған. Ал адамның аты бізде ешқашан тасымалданбайды. Осындай мен Әлиге кеңес берер едім.
Келесі бізде балалар 13-ші жаттығу. Екі бағандағы етістіктерді оқып салыстыр дейді. Бірінші бағандағы сөздер барды, көрді, айтты, оқыды. Екінші бағандағы сөздер көздеді, ойлады, тістеді, биледі. Одан кейін балалар бізге етістіктерді сөз құрамына талда дейді. Қай бағандағы етістіктердің түбірі зат, есім дейді. Енді балалар біз бірінші былай талдап аламыз. Барды түбірі бар, ды жалғауы жалғанып тұр. Көрді түбірі көр, д жалғауы жалғанып тұр. Айтты түбірі айт, т деген жалғау жалғанып тұр екен. Оқыды түбірі оқы, д деген жалғау жалғанып тұр. Одан кейін көздеді сөзінде балалар екінші бағандағы сөздер. Көздеді сөзінде түбірі көз болады. Одан кейін де жұрнағы, д жалғауы жалғанып тұр екен. Ойлады сөзінде де түбірі ой, ла жұрнағы, д жалғауы жалғанып тұр екен. Тістеді түбірі тіс, те жұрнағы, д жалғауы жалғанып тұр. Биледі түбірі би, ле жұрнағы, д жалғауы жалғанып тұр екен, балалар. Енді балалар қай бағандағы етістіктердің түбірі зат, есім дейді. Енді балалар бұл жерде екінші бағандағы етістіктердің түбірі зат, есім болып тұр. Себебі мысалы көздеді сөзінде бізде балалар түбірі көз болып тұр. Яғни не деген сұраққа жауап береді? Бұл зат, есім болады, балалар. Ойлады сөзінде де дәл солай. Түбірі ой бізде не деген сұраққа жауап береді? Яғни зат, есімге жатады. Тістеді түбірі тіс деген бізде не деген сұраққа жауап береді? Бұл да зат, есім. Биледі түбірі би дегеніміз не деген сұраққа жауап береді? Яғни бұл да түбірі зат, есім болып тұр екен, балалар. Енді балалар, мына ережені оқиық. Етістік негізгі және туынды болып бөлінеді дейді. Түбір сөзден болған етістікті негізгі етістік деп атайды. Мысалы, балалар оқы, жүр, күт, ки, яғни ешқандай жұрнақ жалғанып тұрған жоқ. Ал келесі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған етістікті біз туынды етістік деп атайды екенбіз, балалар. Мысалы, ойла, ақылдас, ақта. Яғни ойла түбірі ой, ла деген жұрнақ жалғанып тұр екен, балалар. Яғни бұл бізде туынды етістікке жатады екен. Енді келесі бізде балалар 14-ші жаттығу, мақалды жатқа жаз дейді. Ел үмітін ер ақтар, ер атағын ел сақтар. Одан кейін барып балалар етістіктердің астын сыз дейді, ақтар туынды етістік екенін дәлелде дейді. Енді балалар бұл жерде біз бірінші былайынан мақалды жаттап, одан кейін осылайынан жазып қоямыз. Ел үмітін ер ақтар, ер атағын ел сақтар. Енді балалар бұл жерден біз етістіктерді тауып алайық, олардың астын сызуымыз керек біз. Яғни ақтар және сақтар деген етістіктер екен. Ақтар не істер, сақтар не істер. Бұлар бізде етістікке жатады. Енді балалар бізге ақтар туынды етістік екенін дәлелде дейді. Бұл жерде балалар ақтар сөзі туынды етістік, себебі түбірі ақ, сын есімінен жасалып тұр. Оған та жұрнағы мен р жалғауы жалғанып тұр екен, балалар. Осылай бізде балалар ақтар сөзі туынды етістік екенін білеміз. Келесі бізде балалар 15-ші жаттығу, ағаш бұтақтарындағы етістіктерді теріп жаз дейді. Яғни балалар бізде қар, биле, көзде, арқала, суретші, әдемі, көмек, баста, қолда, жырла, қапта деген сөздер берілген екен. Осылардың ішінен біз балалар етістіктерді теріп жазамыз. Одан кейін барып балалар бізге етістіктерді сөз құрамына талда дейді. Одан кейін барып балалар бізге етістіктердің түбірі қай сөз табына жататынын анықта деп тұр. Енді балалар бұл жерде біз бірінші етістіктерді теріп жазып алайық. Яғни биле, көзде, арқала, баста, қолда, жырла және қапта деген етістіктер екен. Оларды енді біз сөз құрамына талдайық, одан кейін түбірі қай сөз табынан екенін айтуымыз керекпіз. Яғни бұл жерде балалар биле сөзінде бірінші түбірі би, ле жұрнағы жалғанған, би түбірі бізде зат есімнен болып тұр. Келесі көзде түбірі көз, де жұрнағы жалғанып тұр. Түбірі көз болғандықтан не деген сұраққа жауап береді? Бұл бізде зат есімнен болып тұр екен түбірі. Арқала түбірі арқа, ла жұрнағы жалғанып тұр. Яғни арқа сөзі түбірі, яғни бізде зат есімнен болып тұр екен. Баста түбірі бас, жұрнақ та деген жалғанып тұр екен. Яғни бұл жерде балалар бас
түбірі бізде зат есімнен болып тұр, бас не деген сұраққа жауап беріп тұр. Келесі қолда. Қолда сөзінде түбірі қол, да жұрнағы жалғанып тұр екен. Қол, бұл жерде қол түбірі зат есімге жатады екен. Келесі жырла сөзі. Жырла етістігінде балалар түбірі жыр, бұл бізде балалар зат есімге жатады, жыр не деген сұраққа жауап беріп тұр. Одан кейін жыр сөзіне бізде ла деген жұрнақ жалғанып етістікті құрап тұр екен. Келесі соңғы бізде балалар қапта сөзі. Қапта сөзінің түбірі қап, қап бізде не деген сұраққа жауап береді, яғни түбірі зат есім болып тұр екен. Оған, яғни қап сөзіне та деген жұрнақ жалғанып етістікті құрап тұр екен, балалар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар өздерің таппаған жауаптардың барлығын тауып, сабақтарыңды оқып, үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, сабақтарыңды жасай аласыңдар балалар. Келесі кездескенше балалар сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта сәттілік тілеймін.